Шай туралы сіз білмеген деректер. Қытай аңызына сәйкес, Қытай императоры Шен Нун ағаш астында демалып отырғанда қызметшісі ыстық су әкеліп береді. Ағаштың бірнеше жапырағы суға түсіп, император жапырақ қосылған суды ішіп көрмек болады. Судың дәмі мен хош иісі императорға ұнап, кейіннен тек осы жапырақ қосылған шайды ішетін болады. Жапырағы түскен жабайы ағаш Қытай шай шөбі камелия болған екен. Көк шай мен қара шайды камелия синенсис шай ағашынан дайындайды. Айырмашылық тек шай жапырағының өңделуінде. Қара шайды өңдірген кезде жиналған жасыл жапырақтардың ылғалын кетіріп, арнайы құрылғыда ширатады. Жапырақтардың тіндері бүлініп, бірқатар химиялық реакциялар басталады. Нәтижесінде қара шайға өзгеше дәм беретін тиофлавиндер мен тиорубегиндер пайда болады, ал көк шайға ферментация жасалмайды. Оны дайындаған кезде жапырақтарды тек кептіреді, сондықтан көк шай химиялық құрамы бойынша Қытай камелиясының жапырақтарына ұқсайтындықтан дәмі табиғи болады. Шай Еуропа елдеріне тарала бастаған кезде оны ішу керектігін ешкім білмеген екен. Осылайша патшаның ресми қабылдауында қонақтар әкелген шай жапырақтарынан салат жасалған. Ерте кездерде шайқорлар шайға қант емес, тұз қосатын болған. Шай қалташаларының пайда болу тарихына тоқталсақ, Нью-Йорктың шай жеткізушісі Томас Салливан шайды металл құтыларында жеткізу қымбатқа соғатынын байқаған. Сондықтан ол 1904 жылдан бастап шайды қағаз түйіншектерінің ішіне орап сата бастайды. Тұтынушылардың бірі байқаусызда түйіншекті суға түсіріп алады да жақсы шайдың шығатынын көреді. Бүгінде шайқорлардың көп бөлігі шай қалташаларының дәмі мен қасиеттеріне төмен баға беруде. Сондықтан қалташалардағы шай шайлардың ең төмен сұрыбы болып есептеледі. Шай түрлі иістерді өзіне сіңіре алады. Қолдағы тамақ иісін кетіру үшін шаймен жуса жеткілікті. $1,025,000 тұратын Да Хун Пауа әлемдегі ең таңдаулы шай болып есептеледі. Ол тек Қытайда ғана өсіріледі. Шашты шаймен жусаңыз, жұмсақ әрі жылтыр болады. Шайдың адам организміне өте пайдалы шипалы қасиеті бар сусын екенін жақсы білеміз. Кісі жаздың ыстық аңызақ күндерінде шөлдесе де, қыстың саңылдаған сары аясында бойын суық шалып, жұмыста шаршап шалдығып, қажыса да, тіпті бас ауырып, көңіл күйдің хошы болмаған сәттерде де шай ішіп, бойы жеңілдеп сергіп рахатқа бөленеді. Осының сыры неде? Шай құрамында танин, катехин комплексі, дуал затты алкалоидтар, углевод, эфир майы, адам организміне пайдалы витаминдер бар. Шайдың жас жапырағында 72-76% су болса, құрғақ зат 28%. Ондағы құрғақ зат суда еритін және ерімейтін болып екіге бөлінеді. Еритін топқа жататын құрғақ зат экстракт деп аталады. Шайдың біз біле бермейтін мына қасиеттерін біле жүріңіз. Сүт қосқан өте қою ыстық шай есірткімен, емдік дәрілермен және маскүнемдікпен уланғанға қарсы күшті құрал. Қоюлығы орташа жылы шайды лимонмен, қара бұрышпен және балмен ішкенде тыныс жолдары мен өкпесіне салқын тиген адамның несебінде терінде қуып шығарады. Көк шай мен қара шайдың салқындаған қою қоспасына жүзімнің құрғақ шарабын аздап, яғни 1 стакан шайға 1 қасық шарап араластырса, қастың қабағына салқын тигенде, жас шығаратын қабыққа қиқым түскенде көзді жуады. Шайдың жас жапырағының шырыны шай экстракты немесе ұнтақталған құрғақ шай күйікке қарсы құрал болып табылады.
Екі қабат әйелдің жүрегі айнып құсқысы келгенде, автокөлікте шайқалғанда және теңіз ауруымен ауырғанда құрғақ шайды шайнау керек. Ол әлгі әсерлердің барлығын басады. Дененің сыртындағы жараны, сонымен қатар асқазандағы 12 елі ішектегі жараларды жазу үшін қою қайнатылған көк шайды ұдайы ішу керек.